перспективті салалары. Яғни робот техникасы бұл автоматтандырылған жүйені жасаумен айналысатын және өндірісті дамытудың маңызды техникалық негізі болып саналатын қосалқы ғылым болып табылады. Жұмыс жасау барысында өзгермейді. Олар қатаң бағдарламалар бойынша әрекет жасап, осылар робот арқылы біз көптеген іс-әрекеттердің өзімізге қолайлы қылып, олар бізге көп жерде ол экономика жағынан және де олар адамның көп энергиясын құртпайтын болды. Және де әр адам басына олар роботтардың пайдасы бар және де адамдарға деген кері әсерлері де бар. Пайда жағынан келетін болса, олар роботтарға біз көптеген сол арта аламыз сенімді, себебі олар адамның солардың физикалық жағынан да күштірек бола алады. 2017 жылы әлемдегі роботтардың саны оның жұмысшыны 69 робот алмастыратын болған. Мысалы, оңтүстік Кореяда бізде 531 робот, ал Сингапурда 398, Германияда 301 секілді роботтар алмастырған болады. Сонымен бірге қазіргі таңда жоғарғы оқу орындары мен кәсіби білім беретін оқу орындарында бізде механиктік робототехника сабағы жүргізілуде. Бұл механикалық робототехника сабағы қазіргі таңда мамандығы топ 50 мамандықтардың арасында өте қажетті сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Бізде Федор дейтін арнайы компания өзінің Союз МС-14 дейтін ғарыш кемесін робот ұшырған болатын. 2019 жылы 7 қыркүйек күні жерге қайтадан аман-есен оралған болатын. Жалақыға беруге қаржының 10 және 15% бөлініп отырған, ал қазіргі уақытта осы роботтандыру арқылы ол 2 және 3% қана шығынды көрсететін болған. Дәл осыны істер, яғни роботтарға адамдық секілді демалыс қажет емес, сонымен қатар ол демалыссыз, тамақсыз жұмыс жасайтын болғандықтан олар бір роботтың 70 жылдық кететін шығынымен тура келген екен. Және де жұмыс орындарына роботтарды енгізуге шамамен 2,5-3 жылдай ғана уақыт кетеді, бірақ шығын айтарлықтай төмен болады. Кеме деген сияқты мағынаны білдіріп аударылады. Ол жер атмосферасынан бөлек тыс ғарыш кеңістіктегі зерттеуге арналған ғылыми құрылғылар, технологиялар үлкен болып жатыр. Нанотехнология дегеніміз ол өте ұсақ микроскоппен зерттелетін технологиялардың бірі болады. Қазіргі таңда нанотехнология дегеніміз өте қатты зерттелмеген пән, бірақ та олар туралы тәжірибелер, жұмыстар шығып жатыр. Сол жұмыс зерттеулер қазіргі таңда көбейіп жатқан болады. Адамдар қызығы осы пәнге роботтар қандай болады, кішкентай болса да қандай қызығы бар деген сияқты зерттеп жатыр. Гендік инженерия тәсілдері қазіргі 20-ші ғасырдағы ең атақты ғылыми сала болып табылады. Негізінен бұл бір жеке ғылым ретінде есептелмейді. Оның саласы мұнай өндіруде. Мұнай өндіруде мысалға мұнай немесе су ресурстарына ас ретінде пайдаланады. Яғни осы микробиологиялық заттарды мұнай мен су қосылып артық немесе кеміп кетсе, ол адам немесе жануар өсімдік мутацияға ұшырап жаңа бір